Olay болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлемдегі демографиялық өзгерістер. Күн ретін жазамыз, дәптерлерді ашып, сабағымыздың оқу мақсаты мәтін құрылымына сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі деректерді салыстыру, маңызды тұстар мен үрдістерді анықтап жазу. Сондай-ақ салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Олай болса, ең бірінші жазылмалы тапсырма. Ол үшін біз бірінші мәтінді оқып аламыз. Оқушылар қазір тізбек әдісімен бірнеше оқушыға оқытайық. Кім оқиды? Біріккен ұлттар ұйымы экономикалық және әлеуметтік мәселелер жөніндегі департамент хатшылығының халықтарды зерттеу бөлімінің болжамы бойынша ағымдағы сәтте әлемдегі халық саны 7 миллиард 550 миллион адамды құраған және соңғы 12 жылда 1 миллиард адамға артқан. Әлем халқының 60%-тен астам бөлігі Азияда, 17%, Африкада 10%, Европада 9%, Оңтүстік Америкада және 6% Солтүстік Америкада, сондай-ақ мұхит аралдарында өмір сүруде. Әлемдегі халық саны үлесі жөнінен Қытай мен Үндістан 19% және 18% иеленетін ең ірі екі мемлекет. Әрі қарай кім жалғастырады? 15 жасқа дейінгі балалар әлем халқының 4/1-ін 26%, 60 және одан жоғары жастағылар шамамен 8/1-ін 13%-ды құрайды. Сәйкесінше әлем халқының жартысынан көбі 15-тен 59 жасқа дейінгі жастағы ересектерге сәйкес келеді, 61%. Егер де әлем халқын жасы бойынша жіктейтін болсақ, онда жартысы 30 жастан төмен, ал қалған жартысы 30-дан жоғары жастағыларға келеді. Бүгінде әлем халқының саны аз, қарқынмен болса да бұрынғыға қарағанда арта түсуде. 10 жыл бұрын жердегі халықтың орташа санына жыл сайын 1,24% қосылып отырды. Алайда бүгінде өсу қарқыны 1,1%-ке дейін қысқарды. Ол жыл сайын 83 миллион адамға артып отыр дегенді аңғартады. Алдағы 13 жылда халық санының 1 миллиардқа дейін артуы ықтималдығы күтілуде. Яғни 2030 жылы 9,8 миллиардқа, ал 2050 жылы 11,2 миллиардқа артуы мүмкін дегенді білдіреді. 2050 жылғы өсу қарқыны артатын аймақ ретінде Африка болжанып отыр. Оның үлесі 2 миллиард адамға дейін, дәлірек айтсақ 1 миллиард 300 миллиард артады деп күтілуде. Азия осы ретте өсу қарқыны жөнінен екінші орында құрлық болса, мұнда 2020 жылға қарай халық саны 750 миллион адамға артады деп болжануда. Еуропаның халық саны 2020 жылға қарай 2017 жылмен салыстырғанда 26-27 миллионға қысқарады деп болжануда. Сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, Еуропада халық саны қысқару себебі неде деп ойлайсыздар? Себебі Еуропада зейнеткерлер өте көп. Жақсы, әрі қарай. Жылға жасалған болжамдар қандай факторларға сүйене отырып жасалуы мүмкін? Балалар санының көбеюіне және де зейнеткерлердің азаюына байланысты. Жақсы. Үшінші сұрақ. Біз өткенде өздеріңіз тұратын аймақта қанша адам санының бар екенін білдік, иә? Қанша еді? 3600 біздің ауылымызда 3600 адам бар екен. 2050 жылы қанша адам болады деп ойлайсыздар? Әркім өз болжамын айтса болады. Біздің ауылда 2 миллион. 5 мыңға жетіп болатын шығар. Жақсы. 10 мыңнан асады. 10 мыңнан асады. Жарайсыздар, жақсы жарымасы дейді ғой. Олай болса, тапсырмада сұрақтарға жауап бердіңдер және өз ойларыңды дәлелдедіңдер. Солай ғой. Жазылым тапсырмасы үшінші жаттығу кітапта да бар. Кесте оқушылар, бұл жерде статистикалық мәлімет бойынша 20-30 жылда өзгеру үдерістері туралы 5 сөйлем жазасыздар, салалас құрмалас сөйлемдерді қатыстырасыздар. Мына жерде халық саны бойынша 10-қа кіретін елдер 2000 жылдан бастап 2050 жылға дейін қалай болады реттілік, сол туралы берілген. Бұл да болжам ғой енді.
20 мен 50 жылдың аралығында. Соған сай сіздер 5 салалас құрмалас сөйлем құрайсыздар. Оған бір 5 минут уақыт беремін. Үшінші жаттығу деп жазамыз. Оқушылар, жаттығуды жазып болған болсақ, мен ең алдымен біз қазіргі салалас құрмалас сөйлем жайлы сіздердің біліміңді байқағым келіп отыр. Салалас құрмалас дегеніміз не? Жансая? Салалас құрмалас сөйлем баяндаушы тиянақты тұлғада келіп, бір-бірімен өз ара дәрежеде тең дәрежеде байланысқан құрмалас сөйлемнің түрі. Жарайсыз. Енді салаластың бірнеше түрі бар. Қанша түрі бар екен? Айбол. Салалас құрмаластың 6 түрі бар. Салалас, қарсылықты салалас, түсіндірмелі, себеп салдар, талғаулы және кезекті. Кезекті салалас. Жарайсыз. Енді осылардың жалғаулығын да есімізге түсірейік. Ыңғайлас салалас қандай жалғаулықтар арқылы жасалатын еді? Және даде, таде, әрі. Жақсы. Себеп салдар салалас қандай жалғаулықтар? Айсұлу. Сондықтан сол себепті өйткені. Қарсылықты салалас қандай жалғаулықтар арқылы? Жансая. Бірақ алайда. Деген. Жақсы. Түсіндірмелі салалас жалғаулығы бар ма? Аян. Жалғаулықсыз байланысады. Жалғаулықсыз байланысады. Бұл қандай іспелімменен ажыратылады? Қос нүктемен және сызықша. Үтір қойыла ма? Үтір қойылмайды. Отыралы. Ал талғаулық салаластың жалғаулығы қандай? Бірақ алайда немесе талғаулы шатаспаймыз. Талғап тұрмыз ғой біз. немесе талғап тұрамыз, иә? Біреу орындалады дедік қой. Жақсы отыра ғой. Кезекте салаластың жалғаулығы біресе бірде кейде. Кезектесіп орындалады. Солай ғой. Жақсы отыра ғой. Олай болса сөйлемдеріміз дайын болса оқып шығайық. Қане кім бірінші сөйлемін оқиды? Айсұлу. Үндістан 2000 және 2020 жылдары халық саны өзгермей 7-ші орында тұрды. Алайда 50-ші жылы 1-ші орында иеленді. Қай салаласқа жасадың? Жатады. Қарсылықта салаласқа. 5 сөйлемді құрадық қой. Жақсы, басқаларымыздан сұрайық. Екінші кім оқиды? Қане нұр болады, тыңдайық. Егер 2000 жылы 10 орында тұрып 2000 жылы 3-те көтерді. Себебі халық санының өсуі қарқынды дамыған. Қай салаласқа? Себеп салдар. Жақсы. Мадина. Жапония халқының саны төмендеген сондай 20 жылда ондықтан шығып қалған. Қай салалас? Түсіндірмелі. Тамаша. Айша. Ресей 2000 жылы 36-ші орында тұрған. 2050 жылға қарай ондықтан мүлдем шығып қалды. Бұл қарсылықты жалғаулықсыз жасадыңыз. Жақсы, тамаша. Тағы Нариман. Бангладеш 3 жылда да 8-ші орын бермеген. Себебі халық саны азаймаған. Халық саны азаймаған, бір қалыпта тұрған, иә? Яғни өсімі ол бір норманы не болған, сақтап тұрған ғой. Жақсы отыра ғой. Сіздерге енді бір сұрақ, қалай ойлайсыздар? Қазақстан осы ондыққа кіре алады ма? Жақын арада кіре алады. Бірақ кіру мүмкіндігі бар ма? Не болады? Иә, кіру мүмкіндігі бар. Себебі Қазақстан өзге мемлекетке көшіп өткен адамдар сол адамдар қазірде қайтып келсе сосын біздің жеріміз қандай? Нешінші орында тұрамыз? Яғни қанша адам сыйға біздің орнымыз жетеді. Солай ғой. Демек мүмкіндігіміз бар екен. Жақсы, олай болса жаңағы сұраққа жауап берген оқушыларды бағалап жіберейік. Кәнекей, егер де сол оқушылар қатысқан оқушылар көңіліңізден шықса, жасыл карточканы, егер сәл жаңағы өз ойын айтуда бір шатасса, онда сары, болмаса мүлдем қатыспаса, қызыл карточканы көтереміз. Қане қазір біз сұраққа да жауап берген және жазба жұмысына белсенді қатысқандарға көтерейік бағамызды. Жарайсыңдар, иә, мына жерде өздерін байқап отырсыздар. Ал енді тек қана сұраққа қатысқан, орташа деңгейде қатысқан оқушыларға бағалайық. Ал енді кішкене төмен деңгейде қатысқан оқушыларымыз, мен ойлаймын жоқ, иә, бәріміз білгенімізше қатысып отырдық. Ең құрғанда жазылым тапсырмасын не қылдық? Жаздық. Жақсы, олай болса келесі тапсырмаға көшейік.